Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар. Біз қазір осы видеода дарын мектептеріне құжат тапсыру және емтиханда болатын пәндер, сонымен қатар Қазақстан бойынша қай қалада қандай дарынды мектептер бар екендігі туралы айтып бөлісетін боламыз. Жалпы біз қазір бөлісетін ақпараттар мына қабылдау.дарын.kz деген сайтта толығырақ айтылған, сол жақтан қарасаңыздар да болады. Бірінші мына іріктеу туралы деген бөлімге өтейік. Бірінші конкурстық іріктеу жүргізу бойынша деген бетке өтсеңіз, жалпы қай сыныптар бұл дарын мектептеріне қабылдау емтиханына қатыса алады, сол туралы айтылады. Бірінші 5-ші, 6-шы, 7-ші және 10-шы сыныптарға арналған, немесе сол сыныпта оқушылар тапсыра алады. Бірақ барлық мектептерде осы сыныптардың бәрі қабылданбауы мүмкін. Бұны толығырақ сол мектепке қабарласып, дарын мектебіне қабарласып, сол жақтан толық мәлімет алуға болады. Яғни 5-ші сыныптан бастап қабылдайды ма, 6-дан немесе 7-ден 8, 10-нан деген секілді. Сол туралы толығырақ мәліметтер алса болады. Жалпы осы сыныптар қатыса алады. Жалпы құжат қабылдау 1-ші наурыз бен 1-ші сәуір аралығында жүргізіледі. Қазір оған да тоқталамыз. Енді мына жерде құжаттардың тізімі келтірілген, қандай құжаттар қажет болады, қай құжаттар тапсыру керек деген оларды таушыдан қарап тапсыруға болады. Одан кейін тірек мектептер, яғни осы дарын мектептеріне қабылдау емтихандары бекітілген қай мектептерде болатындығы туралы осы жерден көруге болады. Енді емтиханда болатын пәндерге тоқталайық. 5-ші сыныпқа түсетін оқушылар үшін жалпы 40 сұрақтан тұратын емтихан болады екен. Математика және логика 30 сұрақ, оқу сауаттылығы 10 сұрақ, жалпы 60 минут уақыт беріледі. Яғни бұл жерде бір қызығы, бұл дарын мектептерінің қабылдау емтихан пәндері осы биыл қабылдау емтиханына ұқсайды. Яғни математика, логика, оқу сауаттылығы енді қазақ тілге беретін пән. Одан кейін 6-шы сыныптар үшін де дәл сол пәндер бойынша болады, тек қана сұрақтар саны ғана кішкене көп болады. 7-ші сыныптар үшін де тағы да солай, сұрақ саны көбейеді. 10-шы сыныптар үшін жалпы 95 сұрақ екен, барлық жаңа жоғарыдағы пәндер, Қазақстан тарихы қосылады, сұрақтар саны кішкене көбірек. Жалпы емтиханда қазақ тілі және орыс тілінде тапсыруға болады. Енді емтиханның бағалауы туралы айтып өтейік, яғни бағалау форматы әрбір дұрыс жауап үшін 4 ұпай беріледі, ал қате жауаптар 1 ұпайдан азайтылып отырады. Яғни биыл қабылдау емтиханында форматы осылай. Енді толығырақ мәліметтер үшін төмендегі көрсетілген номерлер бойынша толығырақ мәліметтер алсаңыздар болады, хабарласып, жаңа қай сыныпқа қабылданады, емтихан қашан болады деген секілді толығырақ мәліметтер алуларыңызға болады. Жақсы, енді келесі конкурстық іріктеу жүргізетін мамандандырылған білім беру ұйымдары, яғни қай қалада қандай дарынды мектептер бар, сол туралы тоқталайық. Жалпы 14 облыс бойынша дарынды мектептер бар екен, оның ішінен енді өзіңіздің облысқа қарай тағы да толығырақ қарасаңыз болады. Мысалы, Ақмола облысына кіретін болсақ, осы жерде жалпы Көкшетау қаласында дарынды мектеп бар екен, қай сыныптан бастап қабылдайды? Жалпы қанша грант, яғни қанша орын бар екендігін көруге болады. Мысалы, қазақ тілде неше орын, орыс тілде неше орын деген секілді. Нұр-Сұлтан қаласында бар екен, 7-ші сыныптарға қабылданады. 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты. 7-ші сыныптар қабылдайды, жалпы 36 орын, қазақ сыныбында 18 орын, орыс сыныбында 18 орын. Солай-солай бүкіл нелерді қарап шығуға болады. Мысалы, Алматы облысын қарайық, 5-ші сыныпқа қабылданады екен, Талдықорған қаласында бар екен, Алматы облысы Талдықорған қаласында да 5-ші сыныптарды қабылдайды. Алматы қаласында бар екен, 7-ші сыныптан бастап қабылдайды. 5-ші сынып, 5-ші сынып деген секілді осылай қарап шығуға. Қарағанды облысын қарап көрейік. Қарағанды қаласында бар екен, 5-ші сыныптан бастап қабылдайды. 1-2 мектеп, 3 мектеп Қарағанды облысында. 4 мектеп Қарағанды қаласы, Қарағанды облысы Жезқазған қаласында да бар екен. Жезқазған қаласында 5-ші сыныптан бастап қабылдайды, яғни жалпы 100 орын барлық қазақ сыныптары үшін екен. Қарағанды қаласы. Қарағанды облысы Балқаш қаласында бар екен, 5-ші сыныптан бастап қабылдайды, жалпы 75 орын, оның ішінде 50 орын қазақ тобынан, 25 орын орыс тобынан екен. Так, осылай өзіңіздің облысты қарап шықсаңыз болады. Түркістан облысын қарайық. Түркістан облысы Түлкібас ауданында 7-ші сыныптан, Шымкент қаласында, одан кейін Қазығұрт ауданы, Түркістан қаласында бар екен мектептер. Осылай толығырақ өзіңіздің облысты қарап шықсаңыз болады. Нұр-Сұлтан қаласын қарайық. 7-ші сыныптан бастап қабылдайды екен, Зерде мектебі. Жалпы 50 орын, барлық қазақ тіліндегі сыныптар үшін екен. Осылай жалпы қай сыныпқа неше грант, неше орын бөлінгендігі, оның ішінде неше қазақ тобы, неше орыс тобы екендігін осы жерден толығырақ қарап шықсаңыздар болады.
Енді келесі мәлімет. Бұл жаңа айттық, конкурстық іріктеу жүргізілетін тірек мектептер. Яғни қай облыста, қай мектепте болатындығы туралы. Мысалы, Ақмола облысында қай мектепте болатындығын да көре аласыз. Бекітілген мектептер, сол мектептерде жаңағы емтихандар, қабылдау емтиханы болады. Енді жоғарыда қарасаңыз, байланыстар деген бөлім бар. Бұл бөлімде осы өзіңіздің облыс, өзіңіздің қала бойынша дарынды мектептерге тікелей хабарласып, толыққанды мәлімет ала аласыз. Мысалы, Ақмола облысы, соның ішінен Нұр-Сұлтан қаласындағы дарынды балаларға арналған номер 2 облыстық мамандандырылған мектеп интернатына хабарласып, осы номерге хабарласып, толығырақ мәлімет ала аласыз. Қай сыныптан бастап қабылдайды деген секілді. Одан кейін емтихан қай күні болады деген сияқты пәндер, өзіңізге осы емтиханға қатысты сұрақтарыңыз болса, осы номерлерге хабарласып білсеңіз болады. Мысалы, Қызылорда облысында осында 2 мектепте болады екен, сол бойынша осы жауапты кісілерге хабарласып, толық мәлімет алуға болады. Енді келесі тіркелу және құжаттар қабылдау. Сол бөлімге өтейік. Қалай тіркелуге болады, құжаттарыңызды қалай тапсыра аласыз. Яғни жалпы тіркелу 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадам жеке мәліметтеріңіз, екінші қадам SMS арқылы телефоныңызға SMS-ге, соны растау, үшінші қадам үміткердің картасы. Бірінші мына баланың жеке мәліметтері, тегіңізді, атыңызды, әкеңіздің есімін жазасыз, ЖСН номерлеріңізді жазасыз, одан кейін туған күніңізді, жынысын таңдайсыз, азаматтықты таңдайсыз, одан кейін аймақты таңдаған кезінде қай облыстан екендігіңізді таңдайсыз. Одан кейін соған қарай білім беру ұйымын таңдау, мектептер, сол облыстағы мектептердің тізімі, соларды таңдайсыз. Одан кейін ары ата-анаңыздың біреуінің жеке мәліметтерін, аты жөндерін, телефон байланыс номерлерін, электронды поштадан жазасыз. Одан кейін барып мына жерде құжаттар. Баланың сандық фотосуреті, баланың туу туралы куәлігі, одан кейін барып баланың ата-анасынан немесе өзге де заңды өкілдерінен өтініші, жазылған өтінішті толтырып, осы жерге жүктейсіз. Одан кейін үміткердің оқу орнынан ұйымның мөрімен расталған фотосуреті бар анықтамасы. Мектептен осылар жүктеп, оларды белгілеп, арай сұранысты жібересіз. Осылайша арай келесі қадамға өтеді, одан кейін барып сіздің жаңа үміткердің сауалнамасы, ЖСН жазған кезінде сіздің өзіңіздің толтырғаныңыз бойынша сауалнаманы алуға болады. Енді негізгі бетке оралайық. Осы жерде бір ескеретін жағдай. Мына жерден қазір. Емтиханға кірген кезде, жаңа өзіңізбен бірге сауалнаманы бірге алып көруіңіз керексіз. Назар аудару керек. Конкурстық іріктеуге тестілеу күні үміткерде өзімен бірге басып шығарылған түрдегі үміткердің сауалнамасы болуы қажет. Осыны өзіңізбен бірге алып баруыңыз қажет болады. Қысқаша осылай, егер дарынды мектептерге де құжат тапсырғыңыз келсе, емтиханға қатысқыңыз келсе, осы бір апта, енді шамамен бір аптадан аз, бір аптадай уақыт қалды. Сол уақытта құжаттарыңызды тіркеп, одан кейін қабылдау емтиханына қатысып көрсеңіздер болады.